Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 4-ші тоқсанның 2-ші бұрышбасы бұрыштар көп бұрыштар бөлімі бойынша талдайтын боламыз. Бірінші есеп, сызбаны қолданып, әр бұрыштың түріне бір мысал келтіріңіз. Мына жерде бұрыштың атаулары жазылып қойған, бір мысал келтіруіміз керек. Ол үшін біз бұрыштың түрлеріне тоқталып өтейік. Сүйір бұрышымыз 90 градустан кем болады. Доғал бұрыш 90 градустан артық. Тік бұрыш болса 90 градусқа тең болу керек. Жазыңқы 180 градусқа тең. Толық бұрышымыз 360 градусқа тең. Сүйір бұрышқа мысал келтірейік, яғни 90 градустан кіші болу керек. Мысал ретінде бұрыш ВО-сыны келтіруімізге болады. Немесе бұрыш АОВ. Сүйір бұрышымыз. Келесі бұрыш СОД немесе бұрыш ДОЕ немесе бұрыш АОФ. Мінекей сүйір бұрышқа осы бұрыштардың біреуін жазуымызға болады. Келесі доғал бұрыш бізде 90 градустан үлкен болу керек. Доғал бұрышқа мінекей бұрыш ФОЕ немесе бұрыш АОД немесе бұрыш ВОЕ-ні де келтіруімізге болады. Келесі тік бұрышқа мысал ретінде бұрыш СОЕ немесе бұрыш СОА. Осы бұрыштарды мысал ретінде келтіруімізге болады. Жазыңқы бұрыш бізде 180 градусқа тең. Жазыңқы бұрыш ретінде бұрыш АОЕ. Келесі толық бұрышқа бұрыш АОЕ деп жазамыз. Бірақ бұл жерде толық айналым жасайды. Толық бір айналым жасағанда шығатын бұрышымыз жазыңқы бұрышқа жатады. Мінекей, тек қана бір мысал дегендіктен әр қайсынан біреуін ғана жазсаңыз жеткілікті. X айнымалының мәнін және белгісіз бұрышының градустық өлшемін табыңыз. Мінекей, АОВ бұрышы берілген 15 градус дейді. ВОД бұрышы берілген 135 градус. СОД 28 градус және ДОЕ X азайту 9 градус деп, мінекей X пен бұрыш ДОЕ-ні табуымыз керек. Сіздер білесіздер, жазыңқы бұрыш бізде 180-ге тең болатындығын. Енді ВОС бізде неше градус? ВОС белгісіз. Бірақ бізде АОВ мен СОД-ның қанша градус екені белгілі. Мына жерде СОД-ны мысал ретінде беріп қойған болар, сіздер ВОС-ны тауып алу үшін де, бірақ бұл жерде ВОС-ның мәнін сұрап тұрған жоқ. Сондықтан мен жазыңқы бұрышымды табу үшін бұрыш АОВ-ға қосамын, бұрыш ВОД-ны және оған қосамын бұрыш ДОЕ. Сонда менде жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең. Яғни мына бұрыштардың қосындысының барлығы АОЕ бұрышына тең болады. АОВ бұрышы 15 градус, ВОД 135 градус, қосамын бұрыш ДОЕ X азайту 9 градус тең болады 180. X азайту 9 градус тең. 15-ке 135 қосамын, 140, 150, 180 градустан 150 градусты азайтамын. X азайту 9 градус тең болады 30. X азайту 9 тең болады 30. X тең болады 39 градус. Біздің X-іміз 39 градус екен. Олай болса, бұрыш ДОЕ 39-дан 9 алып тастаймын, 30 градусқа тең. Бізден сұрап тұрғаны мінекей X-тің мәні, мына жерге градусын жазып алуға болады,
және бұрыш DOE-нің мәні. Сонда сіздер жауабына жазасыздар. X тең 39, бұрыш DOE тең болады 30 градус деп.